Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін самса дайындайтын боламыз. Бөлме температурасындағы майымыз бен бөлме температурасындағы қаймағымызды бір келкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болған қоспамызға 400 грамм ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Бұл дайын болған тестамызды жарты жыл көлемінде тоңазытқышта, яғни морозильникте сақтауымызға болады. Дайын болған тестамызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Нанымыз дайын болғанға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Менде тартылған фарш дайын. Одан кейін жуамызды. Мысалға 400 грамм фаршқа 400 грамм жуа қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз бен бұршымызды қосып аламыз. Толықтай бір келкі болғанша араластырамыз. Тоңазытқыштан алынған нанымызды бірдей келкіде бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 23 бөлік шықты. Бөліктерге бөлінген нандарымызды жайып, салмасын салып, әдемілеп түйіп алатын боламыз. Дайын болған самсаларымызға жұмыртқа толықтай жағып алып, пешімізге 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Әрі жұмсақ, өте дәмді самсаларымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.